Дастархандарыңызды жайнатып жіберетін салаттың рецептісін сіздермен бөлісемін. Қайнап тұрған суға тұз саламыз, цветная капустамызды бөлеміз, қайнаған суға салып 7-8 минут пісіріп аламыз. Одан кейін брокколиді кесеміз, оны 3-4 минут пісіреміз. Болгарский перецті қиғашынан ірі етіп тураймыз. Черри помидорларын екіге бөлеміз ортасынан. Соусын дайындаймыз. Арнайы соус чилиді пайдаланамыз. Үстіне соя тұздығын қосамыз, сұйық май саламыз, паприка, тұз, араластырып салатқа қосамыз. Чеснок, барлығын жақсылап араластырамыз, тәрелкемізге салып орналастырамыз, үстіне кунжут себеміз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Рецепт ұнап жатса, менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Көптеген жаңа және дәмді салаттардың рецептін сіздерге ұсынамын. Қонақ шақыратын болсаңыз, осы салатты дайындаңыз. Оңай және тез дайындалады. Ол үшін қиярымызды ұзынша етіп, қиғашынан тураймыз. Қатты жіңішке қылудың қажеті жоқ, орташа көлемде турап шығамыз. Одан кейін түрлі түсті болгар бұрыштарын тураймыз. Барлығын жіңішке етіп турап шығамыз. Помидорымыздың етті бөліктерін ғана тураймыз. Кинза қосамыз, немесе кез келген аскөкті қолдансаңыздар болады. Етімізді ұзынша етіп кесіп шығамыз. 4 штук сарымсақты қолданамыз. Барлығын теркадан өткіземіз. Үстіне тұз, паприка, кориандр, уксус, соя тұздығы, майымызды қыздырып ыстық күйінде құямыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Рецепті сақтап алыңыз және парақшама тіркеліп алыңыз. Қазіргі кезде той-томалақтарда хит болып жүрген стир-фрай салатын дайындаймыз. Филені 4 бұрышта етіп тураймыз. Үстіне чеснок, паприка, картоп крахмалын, сұйық май, тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Баклажанымыздың сыртын ашып, қиғашынан тураймыз. Үстіне картошка крахмалын салып, араластырамыз. Жартылай ашып, болгарский перецті тураймыз. Кинзаны тураймыз. Черри помидорын екіге бөліп қосамыз. Қызып тұрған сұйық майға баклажанымызды қызартып пісіріп аламыз. Одан кейін филені қызартып қуырамыз. Қатты қуырып жібермеңіздер, себебі піскен кезде қатты болып қалады. 5-7 минут қана пісірсеңіздер жеткілікті. Салатымыздың барлығын бір ыдысқа салып жинаймыз. Үстіне чеснок, соя тұздығы, паприка, чили соусы, барлығын жақсылап араластырамыз. Дәміне қарата кішкене тұз қоссаңыздар болады. Біздің салатымыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын. Бұл салат енді басқа салаттардан мүлдем ерекше. Мүмкін жеп көріңіз, мүмкін жемедіңіз. Сол үшін міндетті түрде қарап көріңіз видеоны, және бәріне ұнайтын салат. Ең алдымен жұмыртқамызды ірі етіп бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тек 4-ке ғана бөліп жатырмын. Дәл осы көлемде сіздер де бөліңіздер. 6 штук жұмыртқаны қолдандым. Қыздар барлық керек заттың тізімін дәл осы видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Піскен филені пайдаланамыз. Одан кейін банкадағы осындай саңырауқұлақты қолданамыз. Тұздалған қиярым дөңгелек етіп тураймыз. Помидорымызды да ірі бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Салаттарыңыздың көлемі мейлінше ірі болса, сол кезде көзге әдемі болып көрінетін болады. Үстіне майонезімізді қосамыз. Майонез қосқаннан кейін тұз, бұрыш, ештеңе қосып қажет емес. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Тәрелкемізге орналастырып, әдемі етіп сәндеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Мен сізді өзімнің парақшамда күтемін. Жасап көріңіз, ас болсын.